жоқ, ішімдік адам проблемасын шешпейді ол. Массаға тарқаған кейін қайтадан есіне түседі ғой. Тағы да ішеді. Кішкене болса жеңіл тартайын. Ол жеңіл тарт іше бер деп жатқан ол шайтаннан болады. Шайтанның мақсаты адамды азғырып, адастырып, сені оқудан қуылдырып, сөйтіп жаман топқа қосырып, мақсаты адамдарды тозаққа жіберу. Шайтанның мақсаты біреу ғана. Мына өмірде Алланың ардақтап жаратқан адам баласын төмендетіп, оны тозаққа жіберу. Ал мұсылман адам ондай қиыншылықпен сынып қалмау керек, не істеу керек? Күресу керек. Және айттым, сол күресудің ең басы мен сіздерден енді басталады. Ол ертең ана емтиханнан басталуы мүмкін. Сол кезде көресіздер, кімнің қаншалықты психологиясы күшті екені сол жерде көрінеді. Мен және айтамын, айшын цифр анау. Мүмкін төмен, мүмкін жоғары. Ол цифрға бұла сынудың қажеті жоқ. Сен өзіңе сенімдісің ба? Саған 0 қойса да бар ғой, сен күліп тұра беруің керексің. Мен бәрі өзіңе уверенсің ғой. Білім алғансың, білесің, сен білсің өзіңе. Мысалға да. Сол үшін айтарымыз, міне, қиыншылықтың басы осылай басталады. Ол енді барған сайын өмірде жаңағыдай қиыншылықтар болады, бірақ қиыншылықтың арты жақсылыққа ұласады. Қуанышқа ұласады. Кейін болашақтағы ұрпаққа да оны не істей аласыңдар? Айтып беруге, оларға да өмірлік тәжірибең бар. Ол айтадым ғой, кез келген қиыншылық міндетті түрде болашақта оны рахатын өзің көресің. Кәдімгі риза болып айтып бересің. Мен көрген басында осындай болған бізде. Сендер уақыттарында ондай емес қой, біздің уақытымызда одан да хуже болған деп айтып бере аласың. Өз басымда мынандай сәтсіздік болды менде. Әкем өзі 9 ағайынды бізде. 9 ағайынды. Яғни 9 бәрі ұл балалар. Бір қыз жоқ. Әкем ең үлкенді. Сол әкемнен алдын апамыз болған екен, ол кішкентай кезінде шетінеп кеткен екен, одан кейін әкем дүниеге келген ғой. Бәрі неше бала? 9 ұл бала да. Мен енді үлкен ағасының баласымын ғой, ортаншы баласы боламын. Сол ағаларымның аралары 1,5 жас, 2 жас мыналар. Кетті ғой мынай? Ең кенжесі 74 жылға. Ең үлкен ағам, әкем 56 жылға. Осының арасында кетті бәрі. 74-ке дейін. Аралары 1,5 жас, 2 жас осындай примерно. Бала кезінде есінде анау әскерге шығарып салу деген болатын ол кезде. Қазір кімнің келіп жатқанын білмейтін заман болдық қой қазір. Бірақ ол кезеңде есімде әскерге шығарып салу деген кәдімгі ауылда той болатын. Кәдімгі баланы әскерге шығарып салу. Бүткіл ағайын туыс ауыл болып жиналып, сол жерде түнімен сөйтіп таңертең автобус келетін. Соған жылап апаларымыз шығарып салатынбыз есімде, сол баламның кішкентай. Мына бүгін біреуін ағам шығарыпсақ, 2 күннен кейін алдыңғы жылы кеткен келіп жататын да әскерден. Алдыңғы кеткен ағасы ғой енді. 2 жыл ғой әскер. Содан бастап солардың мына фуражкасы, погон, ремен, менде коллекция жинаған бала кезінде. Мен үлкен ағалардың баласымын ғой, мен бар бірінші алатынды алып алатынмын. Кейін менен қалған басқа інілерім өздері бөліп алатын. Мен коллекция жинадым. Мен кішкентай бала кезімде сондай қалыптасты, жаңа айтып бастым ғой, не болғаныңызды білмеймін деп. Мен кішкентай кезімнен бастап военный боламын деп айтатынмын. Мен әскери адам болам. Өйткені маған әсер етті олардың ана формалары. Форманы киіп келеді ғой әскердің ағаларым. Керемет фон анау. Құдай қаласа мен де ертең өскен кезде әскери адам боламын деп. Кішкентай бала кезінде осындай менде қалыптасты. Кейін не болды? Кейін дәл өздерінің сияқты осындай 11 сыныпта жаңағыдай военныйден шақырту болды. Медосмотрдан өттік. Біз сол медосмотрдан өткен кезде сол военныйға түсем деген балалар біз жеке басқа медосмотрдан өттік біздер. Өткен сол кезде бізден сұрайтын кім не болғысы келеді. Мен сол кезде айтатым, мен әскери адам боламын. Сөйтіп жеке медосмотрдан өтіп, бәрі құдайға шүкір денсаулық бәрі спортивный соған қарап дайындалып жүрдік. Спорт жағынан, не жағынан болсын, білім жағынан болсын. Кейін менің нағашым сол біздің ауылымызда участковой, милиция. Сол нағашым мені военныйдан милицияға ауыстырды ол кісі. Сөйлесе бер осылай. Сен форма кию саған қызық болса, не істейсің военныйда? Сен нағашың сияқты военный милиция боласың деді. Мен айтып жатыр да. Сенің характерің да келеді, сенен мынандай милиция шығады деді. Сенде бәрі әдем деді. Сөйтіп мен қарап ойланып, жарайды милиция болса, одан да жақсы болын, давай милиция боламын онда. Деп мені военныйдан қайда ауыстырды бұлар? Милицияға ауыстырды. Болды, енді милиция боламын деп жүрдім мен. Осында 11-ші класс мен сынып өткен кезде мен жаңағыдай сондай
не жағында боламын деп жеке медосмотрдан өтеді ондай балалар. Военный, милиция болатын медосмотр олар басқаша екен. Мына общий ғой бәрінікі. Мыналар басқаша өтесің. Өйткені олардың стандарттарына келмей қалса, сен қабылданбайсың. Содан өттік, кейін делан бәрін, құжаттарын бәрін жинап, Алматыдағы сол милицейский академия бар. Роза Бакиева Отеповада. Мен ағашымен сол жерде оқыған. Сол өзінің оқыған жерінде, сол жерге мен оқуға түсіремін деп, енді бүткіл ойымыздың бәрі, мен бәрі өзгеріп кетті енді. Мен военный болым керек еді ғой. Кім болатын болдым енді? Милиция болатын болдық. Сөйтіп областной неден барып, неден өттік? Жаңағы физкультурадан басталады екен. Оның өзінің нормативтары бар. Осынша уақытта, осынша метр жүгіріп беруім керексің, турник, отжимания, спорт бәрін. Одан кейін осындай тестовый сұрақтар бар. Небір сұрақтар, жазбашада, ауызша, соның бәрінен өттік. Ең үшінші өтетін мәселе не? Медосмотр. Медосмотр мәселесі. Медосмотр денсаулықтың бәрін өтіп келе жатырмыз. Лорға келген кезде өте алмай қалдым. Мен кішкентай бала кезімде сол құлағым есімде больницаға түсіп ауырған екен құлағым. Сөзде құлағым несін бір тескен екен бұлар. Сол медосмотрда сол тесікті тауып алды бұлар, врачтар. Не қойдың деді мен. Кейін нағашым қоймайды, бұл құлақ герунда деп қойды ол. Уайымдама, өтесің. Бұдан да хуже нәрсе өткен бұл жерден. Құдайдың құдіреті ана кәдімгі алдында блоктерде өте алмаймын анадан. Лор қырсығы ана врач. Қоймайды ғой мен. А егер ол кісі болды, годин деп жазып берсе, делам жабылады да мен. Болды, Алматыға кетемін мен уже. Болды, Алматыдағы наборға кетемін мен. Уже менімен бірге тапсырған уже сол кездегі нелер бәрі тапсырып кетіп жатыр олар уже. Бірақ мен ғана тұрмын, лордан өте алмаймын. Құдайдың құдіретіні. Барам өте алмаймын. Сөйде сондай бір не болды өмірімде. Бірақ Құдайдың қалауы екен ғой. Емделіп жүрдім, бір ана емделіп нетсең қайтып қойып беремін, уақыт барар үлгіресің деп. Сөйтіп жүрген кезде жаңағы анам екеуміз жаздың күні далада тапчан бар бізде. Екеуміз шай ішіп отырғанбыз. Ағам, кейін біздің ауылдың имамы сол жердегі. Кейін сол жерде Данияр деген дос бар, ұстаз үшеуі келді үйге. Үшеуі араласады дос болып. Шай тамақ ішіп отыр, әңгімелесіп отыр, үшеуі жаңағы имам не туралы уағыз айтты. Құранды жаттау, қари деген адамды, Құранды жаттаған адамды қары деп айтады, қари. Толық жаттау керек бірақ. Сол қарилардың қаншалықты ертең Құдайдың алдында да ата-анасының басында күннен жарық болған тәжі кигізетін жайында керемет бір насихат айтты. Мен тыңдап отырмын мен жандарынан. Ана айтып айтты, сол үшеуі жақсы ауымен деп кетіп қалды. Олардың айтқан сөзі маған бірақ қатты әсер етті. Олар кеткеннен кейін анам айтамын да, анам қалай ойлайсыз? Осы милицияны да тоқтатып, мен қари болайын дедім ғой. Анау айтқан сөз маған қатты әсер етті. Сөйткенім анам кішкене көзден жас алып қалды. Балам деді, егер сен қари болсаң, сен сондай маман болсаң, менде арманым жоқ балам деді. Анамның да сол айтқан сөзі маған тағы да күш берді, мотивация болды маған. Сонымен Құдайдың құдіреті. Келесі күн таңертең ерте жаңағы имамды салып алып, мәшінеге ағам үшеуміз Қарлыққа кеттік біз. Болды, милицияның бір атымен болды. Мен оқымайтын болдым милиция. Мен кім болатын болдым? Қари болатын болдым. Қараңыз, өмір сондай екенде, қараңыз, сондай нәрсе біз білмейміз, тек қана бұлар көресің, бірақ адам жақсы нәрсеге ұмтыла берсе, Алла Тағала одан да жақсы нәрсе біз шығара береді сен алдыңнан. Тек сен сабыр етуің керексің де сен. Ағам үшеуміз барса, ол қари орталығы ол 9 сыныптан қабылдайды екен. Өйткені олардың бағдарламасы бойынша бала 9 сыныптан келу керек екен қарилық оқитын жерге. Әрі олар мектепті оқиды екен ол жерде, әрі Құран жаттау керек екен толық. Кейін мектеп біткен кезде ол аттестатпен бірге қари болды деген диплом алу керек екен. Ал мен ең соңғы итогқа барып тұрмын ғой уақытына. 11 сыныпты бітіріп қабылданбадым. Сонымен настроение жоқ, көңіл түсіп кетті, бірақ жаңа айтқандай сынақ бұл, сынып қалға болмайды, үміттеніп тұр, мүмкін емес. Қайттан келдім, үйге әкем, балам не болды деді, осындай дегенім, уайымдамады, Алматыдағы ағаларыма звондады. Мына бала осындай оқуын өзгертіп жатыр. Сондай қари оқитын бар ма Алматыда көрінді. Кейін ағам айтты, жаңағы 9 інілердің біреуі ғой енді. Әкем үлкені ғой ауылда. Сонымен Алматыға салып жүрді автобусға. Бар ағаларына күтіп алады, өздері қарайды саған деп. Ағам қолынан жетектеп алып, мені сол діни басқармаға алып барды сол кезде.
есімде. Кейін сол жерде ағаларымыз көрді, бұл балаң қари болатын болса, бұны Мысырға жібереміз деді мені. Мен Мысыр деген сөзі бірінші мәрте естідім. Былай Мысыр пирамидасы білеміз ғой Мысыр. Бірақ уақытта осындай оқу деген мен мүлдем ойлаған емеспін, да мысалға. Сөйтіп ана ағамыз да керемет түсіндірді да маған сол жерде. Сен қари болғың келсе, мысалы елде жаттасаң, тек қана сен жаттайсың, бірақ оның переводын білмейсің сен, не айтып жатқанында. Ал сен Мысырға барып оқысаң, переводын да білесің, еще маман болып келесің сен. Деп жаңағыда әдемі түсіндірді да. Енді ойым қайда өзгерді? Мысырға. Бірақ биылғы поток бәрі көктемде балдар жіберіп қойдық, кетті. Енді келесі жыл көктемге сен жазып қоямын списокқа. Мен енді бір жыл тағы не істеймін мен, жүремін бе осылай? Жоқ, сен ана Нұрбарак деген университет бар, сен соға тіл үйрене бер. Ертең өзіңнің ана жақта жеңіл болады. Деп енді бар Нұрбаракқа барып документ тапсырдым, Құдайға шүкір қабылдандым, жақсы балл жинадым да Нұрбаракқа түсіп кеттім. Бірақ сондай нәрсе екен де, сол ниетім сондай болды, шынымен тіл үйрендім де, сол Нұрбаракты бітірместен уақыт сағат келген кезде мен Мысырға кеттім. Қазір қарап отырсам, сол военный болмағаныма да қуанам, сол милиция болмағаныма да қуанам. Аллаға шүкір сондай бір теолог болып келдім мен. Қазір кезінде бәлкім сол ақ пен арасын ажырататын кәдімгі біз маман болып келдік. Қазір қатты қуанам, өміріме, тағдырыма сондай, мен солай бұрылып кеткеніме сондай салаға да. Сол үшін сендерге де айтарым, әрине, бала армандайды екен, мынандай болам, мұндай болам деп, бірақ ниет, адамның жан дүниесі таза болу керек, жақсы нәрсені жаңағыда Құдайдан сұрап жүре беру керек. Құдай тағала сен ниетіңе қарай өзі туралап жібереді екен былайынан. Бір алдында тосқауларға сен сынып қалмай, бірақ үміт үзілмеу керек, әрекет қыла беру керек екен. Құдай қаласа, кейін көріп өзің риза боласың. Өзің өміріңе риза боласың. Аллаға шүкір, менде осындай болған екен уақытында деп та. Мысалы біреу бірдеңені дұрыс істемей жатса, кейін оны сонда істеген кезде мына жақта ағалары или имамдар та біреу ақыл айтады, олай істемесейші, дұрыс емес қой дейді. Ол сылтау іздеп өзін жаңа несін жабу үшін елдің бәрі істеп жатыр ғой деп жауап береді, дұрыс па? Елдің бәрін деп оларға қарап біз өзіміз өмірімізді уклон жасамаймыз. Мен жаңа айттым ғой. Yani адамдардың алдында мүмкін жаңа сіз айтқан оқу орны біреулер менсінбей айтқан болуы мүмкін. Оған мән бермеңіздер. Мен жаңа айттым ғой, корпус ол біреу ескі, біреу жаңа, біреу кейін ашылған, біреу оған мән берілмесін. Бұл жерде бірінші мамандық таңдаймыз, жаңа айтқандай. Екінші, одан кейін бар оқу орнын. Ол жерде қандай оқу, оның ашылғаны неше жыл болған. Өйткені оқу орындары ұзақ болған сайын мерзімдері ашылған. Оларда тәжірибе көп болады. Түсінесіздер ме? Yani олар оған дейін көп шәкірт шығарған сол жерден. Әр шәкірт шығарған сайын олар тәжірибе жинаған ғой. Мысалы, кеше ғана ашылған университетпен анау ашылғанына жаңағыдай бір 50-60 жыл болған университет салыстыруға болмайды ғой екеуін. Өйткені 50 жылдан бері мынау не істеп келе жатыр? Маман шығарған сайын тәжірибе жинайды олар. Бұлай баланы келесіде бұлай оқытсақ тиімді екен деп олай бір оқытып көреді. Кейін тағы бұлай, яғни осылай келетқан тәжірибесі бар оқу ғой мынау. Мынау кеше ғана ашылды. Мүмкін бұның зданиясы, корпустары мыналардан үлкендеу болуы мүмкін, әдемі болуы мүмкін, басқаша болуы мүмкін. Бірақ бізге ол қатты маңызды емес, қандай корпус болуы, бізге маңыздысы ол жердегі олардың оқу беріп жатқан жаңа тәжірибелі мамандарға қандай мамандар шығара алды осыған дейін екеуінің арасын салыстырып көру керек. Соған қарап адам әрекет жасау керек. Мен өзім ұстанымым. Ал жаңағыда елдің бәрін мынаны онша қолдамайды, менсінбейді деген ол мән берілмеу керек бұл нәрсеге. Мен өзім ұстанымым. Өйткені бәрі сен тұратын үйің емес қой. Уақытша білім алатын орның. Қай жағы тиімді саған, сол жағына қарап жүру керек. Мүмкін ол арзандау болуы мүмкін, бірақ сапалы білім беруі мүмкін. Мынау қымбаттай болуы мүмкін. Қымбат не үшін білесің бе? Өйткені жаңа здание болуы мүмкін ол. Маған керек болсын, жаңа зданияға ақша төлеп артық керек емес маған. Мен керек нәрсені алуым керекпін ғой өзіме. Маған қатысы жоқ бұның зданиясына. Уақытша мен келетін адаммын ол жерден жүріп. Сол үшін ол енді бәрі топырақ шашпай, мүмкін мынау ескі корпустарына мүмкін кейін жаңа зданиеге ауыстырған болуы мүмкін мына жаққа. Соны зерттеу керек те, именно ол қандай оқу орны. Бірақ оған дейін мамандықтан таңдап алыңыздар.